жатқан шегесін, табалмай жүрген асыңның ит жегенін көресің, ретсіз бөлген дүниенің айшығыдай төресің. Біз осының төңірегінде көп ойланамыз. Енді одан кейін мұқағалиға түсетін болсаң, неменеге мәз болдың бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Біреу мініп келместің кемесіне, біреу күтіп кезегін жағада тұр. Міне осы сонау мың бір түнменен Мұқағалидың арасындағы жалғастықты қараңыздаршы. Міне осындай заманда өмір кешеміз. Осындай кезде бір ойнап күліп қалған жақсы көреміз. Күлетін заман біздің дәуірімізде, біздің жасымызда қиын. Мен кейде ойлаймын, ертең Қазақстанның басына күні бойы алтын жауап десе, жұрттар алақайлап күлсе, мен күлмеймін. Бұл неге жауап деп сұраймын? Бұның ертең алмақтың да салмағы бар. Арты не болады деп ойлаймын. Әр нәрсеге сұрақпен қарау керек. Құдай тақырыбына да сұрақпен көрек, Алла бар ма жоқ па сол сұрақпен қарау керек. Иса пайғамбар деген кім оның бәрін сұрақпен қарау керек. Бәріне сұрақ. Баяғы Библияда айтатын зіребі көрейін деген. Адам баласының тірлігіне таңғалма дейді олар Библияда. Тек Алланың тірлігіне таңғал деген. Ал енді мына Жүсіпбек деген өзі осы жерде тамада болып жүр ғой енді. Бұл қазір әдебиеттің көшбасшысы болды өзінің ұрпағының алдында. Мен осындай жігіттердің бар болғанда қуанам. Кейде Абай телеканалынан беріп отқанда бүткенсін звондаймын. Жүсіпбек саған жаным ашып кетті. Не? Ана жинап отқан адамдардың бір әдебиетте хабары жоқ адамдар ғой. Барлық шығарма біреу шығарманы оқымаған, сен байқұс өзің күйіп-пісіп айтып беріп, аузына сөз салып отырсын, шөп салып отырсын деп. Соның бәрін оқу керек, білу керек. Осының бәрін қазір жазушылар бірін-бірін оқымайтын заман. Оқыса да сырғатып оқиды. Кәдімгі инабатты қылып, ыждағатпен оқитын адам сирек. Кейде өз шығармамды оқуға менің қолым тимейді, шынында керек. Басқа одан да өз шығармамды оқығаннан гөрі басқа оқымай қалған бір классикті оқығым келеді. Өйткені ол азық. Кітап оқымасаң жау жаза алмайсың. Ал енді айналып келіп өзімізге қайтып келіп бергеніміз кісілерін барамын дегенде Беке, Қуанышбаева, Қадеке, ана жақта Төлем бар. Осы бір қауым азайып бара жатырмыз. Кейде өстіп үйде отырып сағынасың. Шіркін-ай баяғы замандағыдай бір сыртқа шығып кетермеді. Мен сары машинемді осы екеуімінде ғой. Қоймай сонда бір 10 метр бензин құйып берейін демеді ғой. Балоным жабылып қалады, балоным қалады. Жабылмай сен береме деп біз әметеміз ғой. Сонымен ана Төлен айтады ғой. Шіркін Керқұлатты кел деп айтағыдай атына шалқұйрыққа тіл бітетін жер бар ғой. Сол сияқты Дулаттың машинесіне тіл бітсе, ой, Нұрғашаға талай нәрсе Айзашқа күланға шөйлеп, ой, оңаша бір әңгімен, ой, соғып айтып береді дейді. Бірақ аттан машинеге тіл бітпейді ғой дейді. Ой, сон талай. Қарасақ, бір ғасырға жуық өмір сүріп біз Беке. Мен осыған ризамын. Шүкір. Сендер Абай айтқандай саған жар менен артық табылса дегендей, сендерге менен артық дос табылса да, маған сендерден артық дос жоқ. Солай болған, болды. Енді қалған өмірде де солай болады деп ойлаймын. Ендігі біздің барлық тағдырымыз ол жасағанның қолында. Қанша жасаймыз, 100-ге жетеміз ба, 100-ге жетпейміз ба? Кейде мұндарды айтады ғой. Кейде тұңғиыққа түсіп кеткенде 3-4 күн өткен жолы өмір сүргім келмей кеткен. Бөртен жазып бітіргеннен кейін бос қалдым. Өмір сүрудің ешқандай перспективасы, смыслы қалмады. Алдында пландарым тұр жазатын. Жазғым да келмейді. Не үшін? Айтып аузына шығып кетті. Түнде мені ойланып, қазір өлгім келіп отыр. Деп едім, бұлардың бәрі зәресі қалмай, ойбай 100-ге шейін. Қазірдің өзінде өстіп отыр, менен 100-ден естейін. Бірақ қанша дегенмен Алла
Onu keyin oyladim. Bu küfür bo'lib qo'ydi. Ул Allohga qarshi qo'y. Sаған өмірді berdi. Mine. Süre qo'ydi. Жоқ, men almayman. Rahmet, men o'z yo'limdan ketayim desam, Allohni rejisi bo'lamiz, yaratgan rejisi bo'lamiz. Soндықтан осы өзіміз барда, өзіміз аралас-барлас бәйбішелеріміз бар. Осы қарап тұрсам, Kimlerin var ekan aytamiz? қарап тұрсам өзі бір әйелмен тұрып жатқан осы Бексұлтан Төлен үшеуміз екен. Қадекең әйелім бұрын қайтыс болды. Әркім артық жағдай. Осыдан бір 50 жыл болды мен қосылғанымызға. Астана телеканалынан звондайды. Дулат аға, сіздердің қосылғандарыңызға 50 жыл болыпты. Соған біз передача арнайық деп едік дейді. Ей, оны не алғысыңдар арнап? 50 жыл болған неге бізде рекламировать етуіміз керек, тиражировать етуіміз керек. Сол қоймады. Ей, айналайын, басқа жазушылар бар ғой, барыңдаршы дедім. Шыныңызды айтсақ, бір әйелмен тұрып жатқан үшеуіңізден басқа ешкім жоқ. Сонда сендер мен не деп көрсетейін деп бастыңдар? Үлгі болып көрсетейін деп бастыңдар ма? Әлде бір әйелмен еліп тұрғанына бейшараның тұрыңдарың деп деп күлеміз ғой енді. Ал мейлі, адам қосағымен қосаған деген сол. Содан кейін бірінші шөберемен қосып бердім. Бәрінде үйдің астында ресторанға шақырып, шөберемнің қырқынан шығуы болады, соғырды түсіре салынды деп. Соға түсіріп берді ғой кейін. Ал енді елге танымал болдым. Құдайға шүкір, не будем скромничать, елге танылыппыз. Домотыққа барсаң, суретке түсемін демек, адам шаршатады. Кейде бөлмеден шықпай жатып аласың. Осының өзі бір жақсылық сияқты. Әйтеуір, амандық болса болды, жамандықтың бәрін, бірақ нәрсе ол амандық жеңеді. Аман болайық. Бата емес бір тос болып кетті бұл енді. Өйткені іштегі жатқан нәрсені айтпасаң тағы да болмайды. Ол ресми тос ресми. Бұл енді сәл өзімізше размышление самим собой дейді ғой. Сол сияқты ал беке айналайын, аман бол. Алжымай өлейік. Кейде мыналарға айтам ғой. 90-нан сөздерін кісіні алжытады ғой. 90-нан 100-ге жеткенде сендерге масыл болудың маған қажеті жоқ. Ана кімнің Нұрқасын Қазыбек бар ғой мен көршім. Соның сөзі есімнен кетпейді. Қатты ауырып 3 ай жатты ғой төсек тартып. Соңында айтты. Ойпырмай, мен өлгенде балаларым жыламайтын болды деп. Ана қатты төсек тартып азар қылған ғой. Мұны Құдай содан сақтасын дейміз. Әйтеуір осы уақытқа шейін осыларды өмір сүрдік. Қанша қыдырсақ қыдырған шығармыз. Кім қыдырмай жатыр дейсің. Енді Құдай кешірсін дейміз. Одан кейін қабырған кешірсін дейміз. Қабырға деген әйел ғой енді. Солар кешірсін дейміз. Енді кешіреді, кешірмесе амал жоқ. Олар болды, бояу сынды. Енді бізді далаға шығып қыдырып кет десе де қыдырып береді, жеріміз жоқ. Адасқан күшік сияқты үйге қайтып келеміз. Ал аман болар жігіттер, сіздер де мына Бексұлтанға риза болатыным інілерінің кереметтігі. Інілерінің керемет бірінен өткен бірі сондай осы інілермен бай, ағайындармен бай. Бәрі Құдай бере саған деп ойлаймын. Шығармаларын оқып алғанда, оқып отқанымен таңғаламын. Ана жер аттарының бәрін қайдан есінде сақтаған, әр шөп, әр сай, өзеннің арғы бетінде қандай шөп өседі, бергі бетінде қандай шөп өседі, мен ондай білмеймін. Мен білетін бірақ шөп ол дерменен. Басқа істеген жоқ, одан басқа шөпте жоқ біздің ауылда. Баяғыда шақырдым ғой осыларды. Сендердің жайлауға барыңдар ақалып. Аспан анандай, өзенің мынандай, қымызың мынандай, кезек малдарды әкіп қойып, 2-3 күн сайын бір мал сойып тұрасыңдар. Менің ауылыма барғанда, не істейсіңдер? Күн шыжып біздің ауылда 30 минутте бір орында тоқтап қалады. Шыжытып, тірі қоңыздардың өзін күйдіріп жібереді. Қара қарғаның ми қайнайды.
Bunu сөйтіп, содан кейін қауын берем, дарбыз берем, асқабақ берем, ашына көже берем, қымыз берем, іштерің өтіп, ауылға тез айтып кетеді. Күннің ыстығыменен сол сырға барып шомылып бүйтіп қайтып қояды. Ал осы бір сыр болып кетті, өзі бір амал жоқ. Осыны айтпасқа да болмайды, мынау алға қойған жұрттың арасында. Бәріміздің ауылымызды көрдік, бәрін білдік. Енді бұл Бексұлтанның ауылын кейде мен өзімнің ауылымның адамдарынан гөрі жақсы көремін. Өзімнің ауылымның жерінен гөрі осы жақты жақсырақ білемін. Өйткені оның өзі сен інілеріңнің арқасы, өзіңнің арқаң, інілеріңнің керемет алтындай, сабаудай, білімді, азаматтығы жоғары, биік, түсінігі мол, сондай інішектерің бар, сен сонынан байсың. Соның ортасынан сен шығып отырсың, биік болып, Асқар Тау болып, ал әрқайсысында жігіттерге, ағайын туыс құдаларды айтатын, құдалары да Асқар Таудай сезінетін болу керек. Бексұлтанда бүкіл қазақ солай сезінеді. Сіздер де сол Асқар Тауларымыздың саясында жүре беріңіздер, бекісіміз аман болсын дей беріңіздер. Бәрі қашан шайтан емес, қашан 90 жылда кім бар, кім жоқ, өстіп түгел отыра аламыз ба, отыра алмаймыз ба? Ол бір Алланың қолында. Мына Асанәлінің сөзі бар, өстіп отырғанда тос көтереді тағым. Ал жігіттер, енді қайтып кездескенше қанша уақыт өле қалсаңдар иманды болыңдар дейді. Көзімізді бақырайтып қойып. Сол сияқты ол өмірлі шындығы, ол айтпасаң тағылмайды. Ал аман сау болайық. Біздің әр күніміз, әр жылымыз емес, әр күніміз, әр айымыз Алланың берген нұры, Алланың берген сыйы. Біз соны қадірлейік, соны бағалайық. Арасында бірдеңені түртпесек түрткілейік, түрткілемесек бізге енді өкпелемес. Бекі әр кітапты жазып атсың, сен енді өтірік айтқанменен айзаш сенбейді. Сен басқа жаққа барып кеткен ештеңеге жарамай қайтып келесің. Ана Гильгамеш сияқты. Сол, ал не болса да аман сау болайық. Ал беке 90-ға жет. Құдай қанша өмір береді, соның бәрін шыннан қабылда. Мынау артық болды деме. Алланың өзі беретіне береді. Мына Нұрпейістің жыл сұрайды әдетін талай айтып жүрмін ғой анау. Жұрттар дейді 10 жыл сұрайды, 5 жыл сұрайды, комитері қайлы. Өзі 31 декабрьде Алла тағала арыз қабылдайды екен. Ол адамның өмірі жайлы. Ал кімде қандай арыз бар дегенде әр жаушын айтады. Қазақстаннан осындай комитер қайлы 10 жыл сұрайды. Оған өткен жол 10 жыл берді қой. Ол деді, аламыз оны. Тағым бар, Қали Жәмбек қойшын, тағы ақтанып, бәрін айтып келді. Болды ма? Тағы бір адамнан. Кімнен? Әбдіжан Нұрпейістен дейді. Ол қанша сұрайды? 1 жыл сұрайды. 1 жыл болса берейік деп. Сөйтіп мен жыл сайын 1 жыл сұрап, өсіп 96-ға келдім дейді ғой. Осылай әр күніміз, әр жылымыз бізге олжа. Аман сау болайық, Асқар Тау болып сен арамызда жүре бер, қазақ халқының мақтанышы болып жүре бер. Інішектерің болса да сені, олар барда сен қартаймайтын сияқтысың. Ал аман сау бол, енді бұйыртса шіркін 90-ында келер еді, кім біледі? Ол кезде бізді, қазірдің өзінде бізді басқышта жетектеп, түсіріп жетектеп шығарады. Ол кезде қалай боламыз? Ал беке аман сау бол, жасай бер. Енді Асқар Тау болдың, сол шыңынан төмендеме. Асқар, ана Пушкинде сөз бар, кімнің айтатыны? Александр Блоктың айтатын. Бәрі поэзияның шыңына ұмтылды, бүкіл. Ал Пушкин шыңның өзіне айналды деген. Сол шыңның өзіне айналдың қазір, сол шыңның бұлт баспасын, тұман баспасын жарқырап жүре бер.